Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Ақтөбелік тәртіп сақшылары атып өлтірген жігіттің қызды кепілде қалай ұстағаны белгілі болды. 24 жастағы Абылай Тілеуовті біреулердің райынан қайтармақ болған сәті видеоға түсіп қалған. Ал 5 сағат бойы күдікті қамап ұстаған тіс емханасының қызметкері өзінің аман қалғанына тәубе деп отыр. Марқұмның пышақпен қорқытқаны болмаса, қолының ұшын тигізбеді дейді ол. Бір ажалдан аман қалған әкімші қызбен жаңалық Ахаш тілдесіп келді. Ақтөбедегі тіс емханасының қызметкерін қапсыра құшақтап алған Абылай Тілеуов ажырасып кеткен келіншегін осында жеткізуді талап еткен. Дегені болмаса, кепілдегі қызды пышақтап өлтірем деп қорқытқанын мына видеодан көруге болады. Ақыры айтқанға көнбеген күдіктіні тәртіп сақшылары атып өлтірді. Ал түн жарымына дейін қамауда болған Әсем есімді мына қыз сол күнді еске алғысы келмейді. Қазір аман қалғанына шүкіршілік етіп отыр. Аман сау, шүкірмін. Не буду я на него грешить, что он мне плохо сделал, он мне плохо не делал. Ал Абылай Тілеуов ата-анасынан еншісін алып бірнеше жылдан бері осы үйде тұрған екен. Екі ұлдың әкесі саудамен айналысыпты. Көршілері оның келіншегі шолпанмен ұрысқанын көрмедік деп отыр. Тек наурыздың басында қайын жұрты келіп, әйелін төркініне алып кеткен. Сол уақыттан бері Абылайда үйіне жоламай қойыпты. Оның қолына пышақ алып, қылмысқа барғанына көршілері сеналар емес. Пышақ алып жүгіреді, адамдарға тиіседі деген ондайды мен ол баланың өзінің түріне қарағанда, ол ондай бала ойлаған жоқпын, олай біреуге пышақ алып жүгіреді, нетеді деген. Жамандықтарын мықты көрмедім. Бізге көмектесіп, сәлемдері дүзу, екі баласын ойнатып, далада жүреді. Әйеліне көмектесіп, кірді екеуі бірге жуады. Абылай Төлеуовті туыстары ертең жер қойнына тапсырады. Қылмыс үстінде қаза тапса да, мұсылмандық ғұрыпқа сай оны ешкімнің қаралағысы жоқ. Кепілде болған қыз бен марқұмның қайын жұрты да бұл жігітті кешірген. Ал жақындары тәртіп сақшыларының келіссөзді жөнді жүргізбегенін айтады. Редакциямызға хабарласқан әпкесінің айтуынша, көндіреміз деген туыстарын полицейлер жолатпай қойған. Райынан қайтар сыңай танытқан Абылайды сәл күткенде өлтірмей ақ ұстауға болары деп ашынып отыр. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК Ақтөбеден.